Сабақтың тақырыбы ландшафт элементтері интерьерде, экстерьерде. Оқу мақсаттары: күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау. Ландшафтты дизайнның элементтерін, заманауи бағыттары мен стильдерін анықтау және сипаттау. Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін толыққанды және нәтижелі қолдану. Сабақтың мақсаты: ландшафтты элементтердің функционалдық және эстетикалық аспекттерін ажырата білу, объекттің дизайнын жасау кезінде табиғи элементтер қолдануға үйреніп, стильде бағытты анықтаңыз. Экологиялық реконструкцияны жүзеге асыруға байланысты интерьердегі ландшафт дизайнның элементтерін жасауға үйрету. Бағалау критериялары: Қазақстанның және әлемнің контрастты қалаларын зерттеу бойынша іс-қимыл жоспарын дайындауға қабілетті, ішкі және сыртқы дизайндағы дәстүрлі және типтік үрдістерді қамтиды, ландшафттық ішкі және сыртқы түрдегі ерекшеліктерін ажыратуға қабілетті. Диалог және жазу үшін пайдалы өрнектер: ішкі сыртқы дизайнерлердің жұмыстарын зерттеу, ішкі элементтерді жобалауда әртүрлі материалдарды қолдандым, қолдану арқылы шығармашылықты көрсеттім, мен қызықты кескіндерді біріктірдім. Енді қарап отырсаңыздар, мына жерде заманауи киіз үйдің ішкі көрінісі көрсетілген. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, барлық келісім, өзара келісім көрсетілген. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, даже картиналар, ағаштан жасалған бұйымдар, теріден жасалған бұйымдар, сонымен қатар ою-өрнекті өзіміздің қазақи дәстүрлі киіз үйден алынған бұйымдардың өзара келісіммен жасалған көрсетіліп тұр. Сонымен қатар бұл жерде өзіміздің өсіп келе жатқан ұрпаққа, келешек ұрпаққа салт дәстүрімізді дәріптеу көрініп отыр. Сонымен қатар қазіргі уақыттағы заманауи жиһаздар қолданылған. Ол жиһаздардың барлығы өзіміздің ежелгі салт дәстүрдің киіз үйдің ішіндегі бұйымдар мен жиһаздармен өте келісімді болып тұр. Келесі суретте қарайтын болсақ, бұл жерде кәдімгі тұрғын үйдің ішіндегі бір бөлме экстерьері көрсетілген. Экстерьерде тоже бұнда да жаңағы қазақи өзіміздің дәстүрлі дизайнмен әшекейленген көрпе, жастықтар, жиһаздар, сонымен қатар үйдің қабырғасындағы ою-өрнектер алынған. Осы ою-өрнектердің өзін қарасаңыздар, ол көбінесе біздің ежелден келе жатқан ою-өрнектің түрлері қолданылған. Сонымен қатар киіз үйдің іргесіндегі стильдер қолданылған. Оның барлығы өзара жарасымды. Осы арқылы біз келешек ұрпаққа өзіміздің салт дәстүрімізді дәріптеп, оның қандай пайдасы бар, қандай ерекшеліктері бар, осыны көрсету арқылы біз оларға сабақ береміз. Енді келесі осы бойынша сұрақтар қойсақ: киіз үйдің интерьеріндегі жиһаздардың атауларын атаңыздар. Қазақ халқының сәндік қолданбалы өнерінің қандай түрлері білесіз? Дәстүрлі қолөнер бұйымдарына не жатады? Қандай материалдар орындалады? Қай өнердің түрі қазақ ұлттық өнеріне, стиліне тән? Басқа халықтың мәдениет өнерлеріндегі дәстүрлі сәндік өнердің ұқсастығын білесіз бе? Табиғи ресурстар және географиялық орта өнерге қалай әсер етеді? Келесі шығармашылық жұмыс тақырыптары: қазіргі заманғы киіз үй жиһаздардың нобайын жасау, болашақтағы ұлттық интерьердің нобайы, болашақтағы ұлттық интерьердің жабдықтарының нобайын жасау. Қалыптастырушы тапсырма: акт құралдарын қолданып, Қазақстанның қолөнерлерінің жұмысын зерттеу, сыныптастармен бөлісу және кері байланыс жасау. Шығармашылық жұмыс: эстетикалық ерекшеліктерін ескере отырып, бұрын зерттелген тақырыпқа негізделген стильдегі интерьер элементтерінің нобайын жасаңыз. Мысалы, жерге отыратын үстел, сандық,
PBJ және тағы басқалар. Назарларыңызға рахмет.